Ұстаз. Осы бір сөздің өзінде қаншама мән мағына, қасиетті ұғым жатыр десеңші. Адам баласы қадір тұтып, құрметтейтін екі адам болса, соның бірі ұстаз. Ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу жүректің батылдығы, ұстаз болу өмірдің күн шуағы, азбайтұғын адамның асылдығы деп ақын Ғафу Қайырбеков жырлағандай, осындай асыл ұстаздың бірі емес, бірегейі ұлағатты ұстаз Мұсаева Күнкіміз деп айтар еді. Ол 1958 жылы Қызылорда облысы Арал қаласында дүниеге келген. Томпиған ақсары өңді, сүйкімді қыз 1966 жылы Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Тоғыз совхозындағы Әлиби Жангелдин атындағы мектептің табалдырығын аттап, білімнің бал шырынына қанып, 1976 жылы орта мектепті бітіреді. 1978 жылы бұрынғы Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтына түсіп, оны 1982 жылы бастауыш сынып мұғалімі мамандығы бойынша бітіріп шығады. 1979 жылы Бақыт ағаймен шаңырақ көтеріп, 3 ұл, 2 қызды өмірге әкеліп, асыл жар, аяулы ана атанды. 1982 жылы Түркістан қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы мектепте өз мамандығы бойынша ұстаздық еңбек жолын бастайды. 2004 жылы біздің нөмірі 14 мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып орналасады. Өзінің ізденімпаздылығымен, еңбек сүйгіштігімен, іскерлігімен ерекшелене білген Мұсаева Күнкіміз 2006 жылы директордың тәрбие жөніндегі орынбасары лауазымдық қызметіне тағайындалады. Жаңалыққа жаны құмар, ізденімпаз ұстаз көрген, естіген жаңа әдіс тәсілдерді дереу іс тәжірибесінде қолданып, әріптестеріне үйретуден жалыққан емес. Қаншама жас маманға жүйелі жұмыс жасауына бағыт-бағдар беріп, оқу тәрбие ісінің қыры мен сырын ұқтырды. Бүкіл мектептің іс-шараларын ұйымдастырып, қызу қайнаған жұмыстың ортасында жүрді. Қаншама шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, арман асуларынан асырып, өмірдегі өз орнын табуына жол көрсетті. Бұл күнде апайдың шәкірттері Қазақстанның түкпір-түкпірінде түрлі сала бойынша қызмет атқаруда. Адамның ең жақсысы көпке пайдасын тигізген кісі деген дана халқымыздың әдемі сөзі бар. Кез келген іс-шараны өту барысында бір істің қиюын таппай қысылып, қиналғанда дереу апайдың көмегіне жүгінеміз. Сондықтан да болар әріптестері апайды жедел жәрдем деп әзілдейді. Күнкіміздің жан-жақты, 8 қырлы, бір сырлы ұстаз болуы біздің де мақтаншымыз. Өмірін еңбекпен өрнектеген ұстаздан алар тәлім, тәрбиеміз, үйренеріміз мол. Оқу, тәрбие саласында сіңірген еңбегі үшін Мұсаева Күнкіміз бірнеше рет облыстық білім басқармасының мақтау грамотасымен, Түркістан қаласы әкімінің және Нұр Отан партиясының алғыс хаттарымен, қалалық білім бөлімінің құрмет грамотасымен 2015 жылы облыстық құрмет қоғамдық бірлестігінің ерен еңбегі төсбелгісімен марапатталды. Бір мектептің ғана емес, елдің құрметіне бөленген ұлағатты ұстаз, білікті маман Мұсаева Күнкіміз қазіргі таңда зейнеткерлік 58 жасқа абыройлы еңбегімен жетіп отыр. Ол ұлағатты ұстаз ғана емес, отбасының арқа сүйер тірегі. Бұл күнде ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, 9 немере сүйіп отырған бақытты әже. Құрметті де қадірлі Мұсаева Күнкіміз. Сізге бейнеттің зейнетін көріп, деніңіз сау болып, ағайын туыстың құрметіне, немере мен шөберелердің сыңғырлаған күлкісіне, ұл қыздарыңыздың қуанышына тоймай, ұзақта мағыналы ғұмыр кешіңіз деген тілек білдіреді. Нөмірі 14 мектеп ұжымы.